Сәлеметсіздер ме, құрметті 7 сынып оқушылары? Бүгін біз қазақ тілі пәнінен жеңіс күні ұлы ерлікке тағзым бөлімін оқуды жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ерлік елге өнеге. Сіздермен Ақмола облысы білім басқармасының Бурабай ауданы бойынша білім бөлімі, Щучинск қаласының IT лицей мектебі, қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Мұрзагелдина Қуаныш Рақымқызы. Сабақтың оқу мақсаты. Мәтін тақырыбы: сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтау. Шылау түрлерін ажырата білу, орынды қолдану. Бағалау критерийі. Мәтін тақырыбы: сөйлеушінің дауыс ырғағы мен сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтайды. Шылау түрлерін ажырата алады, орынды қолданады. Алдымен суреттер сөйлейді тәсілімен берілген суреттер арқылы сабағымыздың тақырыбы мен оқиға желісіне болжау жасап алайық. Суреттерге қарай отырып, ой түрткі сұрақтарға да жауап беріп көрелік. Бірінші сұрақ: бұл суреттер жайлы не айта аласыздар? Осы суреттердің өзара қандай байланысы бар? Ерлік деген не? Адамдар қай уақытта ерлік көрсетеді? Ерлік тек соғыс уақытында ғана бола ма? Ұлы Отан соғысының батырлары кімдер? Қазіргі таңда кімдерді батырлар деп айта аламыз? Жақсы. Сонымен сіздер бүгінгі сабақта ерлік елге өнеге тақырыбында ой қозғап, тапсырмалар орындайсыздар. Әрі шылау жайлы білімдеріңізді саралайсыздар. Ал енді тыңдалым мәтініне назар аударыңыздар. Бірінші тапсырма: ерлік елге өнеге. Ерлік табиғаттың сыйы емес, ұзаққа созылған тәрбиенің жемісі. Халықта туа батыр болмайсың, жүре батыр боласың деген нақыл бар. Ерлік деген әртүрлі жағдайда болады. Ұрыс үстінде жаралану немесе өлу жауынгер үшін кездейсоқ нәрсе емес. Сол ұрыс даласында болып қала беретін ерлік оқиғаларының көпшілігі де кездейсоқ емес. Ол қиындық атаулыны жеңуге ынтық, жанын шүберекке түйе әзірленген дайындықтың жемісі. Кейде мүлде күтпеген жағдай болып қалады. Сол бойда жауынгер де өзіне төнген қауіп-қатер салмағын мойнымен көтере тұра, табанда жаңа шешім алады. Идеялық шыңдалған, моральдық адамгершілік сапасы жоғары жауынгердің ішкі дүниесінде азаматтық борыш алдындағы жауапкершілік, ішкі адамгершілік қасиеттері оянады. Міне, осы ішкі таяныштар ғана ерлік күшін нығайтады. Қандай қиыншылық кезең болса да, жауынгердің ұрыс даласына лайықты қадамдар жасауын қамтамасыз етеді. Өлім мен өмір егескен шақта ар-намысын сақтап қалады. Ерлік дегеніміз үлкен мақсаттар жолында жасалған ерекше қадам. Ол осындай қоғамдық маңызды қадам болғандықтан, мұндай қадам қоғам тарапынан өзіне құрмет те табады. Мәтінді тыңдап алдық. Енді келесі сұрақтарға жауап берейік. Тыңдалым мәтіннің сұрақтары. Мәтіндегі негізгі ой туралы не айтасыңдар? Бауыржан Момышұлы туралы не білесіңдер? Мәтінге қандай ат қояр едіңдер? Негізгі идеясын анықтаңдар. Ал енді осы батыр атамыз Бауыржан Момышұлы жайлы ақпаратпен жақынырақ танысайық. Берілген ақпаратқа назар аударыңыздар. Бауыржан Момышұлы Кеңес одағының батырлы, халық қаһарманы, әскери шенді қызметкер, даңқты қолбасшы, қазақтың көрнекті жазушысы. Бауыржан Момышұлы 1910 жылы Жамбыл облысы Жуалы ауданы Мұңбұлақ ауылында қарапайым мал бағатын шаруа отбасында дүниеге келді. Балалық шағының 13 жылын өзінің кіндік қаны тамған ауылында өткізіп, одан кейін кеңестік дәуіріндегі интернатта тәрбие алады. 1929 жылы Әулие Ата 9 жылдық мектебін бітіреді. Мектепті тәмамдаған соң шалғай аудандардың біріндегі ауылға мұғалім болып барады. Кейін әскерге шақырту алады. Әскери өмірі мен соғыс жылдары. 1932 жылы әскерге шақырылғаннан кейін отан алдындағы борышын өтейді. Әскери дайындық кезінде білім алып, мергендік өнерге машықтанады. 1934 жылы әскерден келгенде запаста командир болады. Алайда 1941 жылдың қаңтарында тәжірибелі сардар Алматыға қайтарылады. Бауыржан қайта
жасақталған дивизияның 1073 атқыштар полкының атқыштар батальонына командир болып тағайындалды. Әрі қарай қайнаға соғыс майданы басталып кетті. 1941 жылдың күзінен бастап Мәскеуді қорғау шайқасқа қатысты. Ол кезде ол 19-шы гвардиялық атқыштар полкында командир болатын. Оның полкі жұдырықтай жұмылып, фашистерді Мәскеуге қарай жібермейді. Жасаған ерлігі мен батырлығы үшін, өзіне жүктелген міндеттерді абыроймен атқарғаны үшін, шешуші кездерде жылдам түрде нақты шешім қабылдай білгені үшін ол Ленин орденімен марапатталады. 1945 жылдың ақпаны мен наурызында Латвия жеріндегі Приекуле станциясы маңында болған шайқаста ол басқарған дивизия солдаттары қарсыластардың қорғаныс шебін тас-талқан етеді. Сондай-ақ ұрыстың нәтижесінде 15 елді мекен жаудан азат етіліп, жаудың әскеріне солдаттар жағынан және әскери техника жағынан үлкен шығын келтіреді. Бұл ақпарат жадымызда сақтап алайық. Одан әрі сабағымызда Бауыржан атамыздың келесі естелігін талдау жұмысын жалғастырайық. Бұл жазылым тапсырмасы. Мәтінді оқып, негізгі идеясын анықтай отырып, түсініктеме жазыңыздар. Екінші тапсырма. Қос жазба күнделігін толтырыңыздар. Бірінші бағанда үзінді, екінші бағанға сол үзіндінің негізгі идеясын сипаттап шығасыздар. Ал енді өздеріңді тексеріп көріңдер. Үзінді негізгі идеясы. Мен 25 жыл әскерде болдым. Идеясы: әскери өмірдің өзіндік қыр-сыры бар, қиындығы мол, тәрбие ортасы екендігін ұғындыру. Өйткені командир деген әскери педагог қой. Идеясы: пен жауапкершілік талап ететін іс екендігі жайлы жастарға ой салу. Үшінші үзінді: мен 25 жыл ішінде қарамағымда болған үстеріне шинель киген солдаттар арқылы барлық халықтың жанын ұқтым деп ойлаймын. Түсініктеме идеясы: өйткені олардың бауыр еті баласы қарамағында болғандықтан сол жауынгерлердің өмірі үшін өзі де жауапкершілігін сезініп, олардың амандығын тіледі. Келесі сабағымыздың оқу мақсатын жүзеге асыру үшін шылауды пысықтап өтейік. Шылаудың басқа сөз таптарынан айырмашылығы: бірінші, шылаудың толық лексикалық мағынасы болмайды. Сөйлем ішінде шылау сөйлем мүшесі бола алмайды. Шылаулар түрленбейді және шылау сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстырады. Толық мағыналы сөздің жетегінде оған қосымша мән үстейді. Шылау сөздер білдіретін мәні мен сөйлемдегі атқаратын қызметіне қарай үшке бөлінеді: жалғаулық, септеулік және демеулік шылаулар болып. Енді дәптермен жұмыс жасайық. Ол үшін графикалық органайзер тәсіл арқылы берілген шылауды түрлеріне қарай сәйкестендіріп, графика сызыңыздар. Жалғаулық, септеулік, демеулік шылаулар сәйкестендіреміз. Іске сәт. Дұрыс жауабын тексеріп көріңіздер. Графикалық органайзер, сіздерде де осындай графикалық органайзер шығуға тиісті. Әрине, жауаптарыңыз дұрыс шықса. Келесі, кері байланыс жасайтын уақытта келіп жетті. Сабағымызды блок ағашы әдіс арқылы қорытындылайық. Сіз өзіңіздің бүгінгі сабақта түсінгеніңізді қаншалықты бағалайсыз? Блок ағашынан өзіңізді тауып белгілеңіз. Үйге тапсырма. Шылауларды қатыстыра отырып, ерлік елге өнеге тақырыбында шағын эссе жазып келіңіздер. Қорытынды. Бүгінгі сабағымызда мәтін тақырыбы, сөйлеушінің дауыс ырғағы, сөйлеу мәнері арқылы негізгі ойды анықтадыңыздар. Тапсырма барысында шылау түрлерін ажыратып орынды қолдана алдыңыздар. Келесі сабақта кездескенше балалар,